Сәлем баршаңызға, мен Жансая. Бүгін сіздермен осы дайындап қойған сиропты әбден суығаннан кейін ғана майға қосамыз. Сиропты дайындап суытып алғаннан кейін майға қосып жатырмын. Қоюлығы осындай болады. Қатты сұйық болып кетпеу керек, және де қатты кәмпит сияқты болып кетпеу керек. Бұның орнына қайнатпалы кремді қолдансаңыздар болады. Міне бізде дайын. Қамырымыз да ашып дайын тұр екен. Енді бұны алып бірнеше бөліктерге бөлеміз. Мен 10-12 бөлікке бөлдім. Үлкен қылып 8-6 бөлікке бөлсеңіз болады. Осының бетін жауып 10 минуттай қалдырамыз. Оға дейін табамызды майлап дайындап қоямыз. 10 минутта осылай жұмсақ болып көтеріледі, жайғанға ыңғайлы болып. Қазір бір-екеуін көрсетіп жіберейін, қалай істеу керек екенін. Қолымызды майлаймыз. Бауырсақтың қамырының қалыңдығындай қылып қолменен жайып шығамыз. Енді осыған сұйық майды жағып шығамыз міндетті түрде арасына. Тек жартысына жақсаңыздар да болды. Осыны қайырып күтеп қоямыз. Сонда арасы жабыспайтын болады пісірген кезде. Барлығын істеп осылай табаға салып, табада 20 минуттай, жарты сағаттай тыныш қалдырамыз. Сонда бізде көтеріліп, жұмсақ болып тұрады. Енді осының бетіне жаңағы алып қойған жұмыртқамыздың сарысын жағып шығамыз барлығына.
пешке салып пісіреміз. Кәдімгі болшкадан пісіргендей пісіреміз. Қатты қызартып пісірудің қажеті жоқ. Мінекей арасы осылай ашық болып тұрады майдың көмегімен. Енді бұған қазір кремімізді жағамыз. Бұны әбден суығаннан кейін ғана жағамыз. Мен мұздатып суытып болғаннан кейін мінекей дайындап алған кремімізді жағып жатырмын. Арасына майды қалауыңызша мен бір ас қасықтай жақтым. Ауыздарына, шет жақтарына да жағамыз. Қазір жаңғақтар жабыстыратын боламыз. Жаңғақтың езіндісі және корждардың езіндісін араластырып, осындай масса дайындадым. Енді осыларды жабыстырып шықтым. Егер мен видеодан пайдалы ақпарат алсаңыз, видео ұнаса, каналға міндетті түрде тіркеле кетіңіз. Егер тіркелмеген болсаңыз, ендігіде тағы да түрлі рецепттер шығатын болады. Біздің лакымкамыз осымен дайын, ас болсын.